жаңағы ойығына келдіріп, әдемілеп, орап баланы осы бесікке бірінші жатқызып аламын. Көмегін кигіздім. Содан кейін аяғын жақсылап түзу біріктіріп, жаңағы баулармен байлаймын. Осындайды көргендерің бар ма, балалар? Кім көрді? Сендер кішкентай болғанда бесікте жатқан шығарсыңдар. Сендер білмей отырсыңдар, ер жетіп есейдіңдер. Міне, өстіп мен аяғынан бір асырып байлаймын. Содан кейін белінен қатты қыспай, тыныс алуына жайлы болсын деп, жай ғана қолы қозғалмасын өстіп байлап қоямын. Содан кейін өстіп кішкентай нәрестеміз бесікке жайлы орналасты. Ал енді келесі бір ырымның мынау бесікке салғаннан кейін баламызды жайлап қана тербетіп, әлди әнін айтып, оның анасы өзі тербетеді. Бұл бесік ақырын тербелуге ыңғайланған, жасалған, өзі тербетеді. Қатты жуғуға болмайды. Енді баланың басына мен бәкі қоямын. Бұл баланың пышақ бәкі дейміз, осыны қойып қоямын. Баланың басына ұйқысы тыныш болсын, сәби ештеңеден қорықпасын деп ырымдаймын. Бесікке бөлеген күні ырымдап, бұл бесікке тұмар іліп қоямын. Тұмар дегеніміз ол тілден, көзден сақтасын деген сөз. Басына аяқ жағына қамшы қоямын. Бұл бесікке салынған нәресте үлкен, тақымы мықты, ер азамат, елін қорғайтын мықты батыр болсын деп қойған ырымы балалар. Енді бесікке 7 түрлі бесікке салған кезде 7 нәрсе, міне осының барлығы 7 ғой. Мынау үлкен құндыз шапанды жабамын. Бесікке жауға келдім. Баламыз бай болсын, жаңағы дәулетті болсын деп. Міне тақия қоямын. Ақсақал, үлкен ақсақал болсын, немесе ақжаулықты үлкен, ұзақ жасайтын үлкен кісі болсын деп, міне өстіп баланы бесігіне бөледім. Ал анасы, өзіңнің қолыңа тал бесігіңді тапсырамын. Балаңды аялап, өстіп өсіре бер. Ой, әже, рахмет, бізге ұмытылып бара жатқан дәстүрімізді көрсетті, балалар. Енді есімізден жүреді, бесікке не себепті пышақ салған, не себепті тұмар ілген, енді біліп жүретін болдық, балалар. Бесікке қалай салатын білдік. Ал енді осы жерде біздің балалар тақпақ жаттаған еді. Қане, тақпаққа шығамыз. Әдия, Санжар, Арыстан, Аяла, Мирас шығады. Айта ғой, Арыстан. Наурызды халқымыз. Наурыздың халқымыз Жолбасы санайды. Күніміз, салтымыз, көктемде алалы. Мирас айта ғой. Ал балалар. Ал балалар ойнайды. Ойнаяқты олай. Өндесігі ойыншыққа наурыз ұстауын Ата баба. Ата бабам тойлаған. Наурызым армысың. Наурызым армысын, қызығымды тоймаған, дархандаға қарнышым. Жазғылар дәстүр салтымның көздерсін бұлақ жалғасы, қаскелі менің халқымның мерекенің жылбасы. Аяла. Көктемнің түптің ұры, күніктің кетті мұны. Келді. Жетосты ән сырға оғыстың оғымын. Ой, жарайсыңдар балалар. Орындарына отыра қойыңдар. Қазір біздің қыздар мен жігіттер бұл жерде қара жорға биін билейік, шапай деп маған қоймай отыр. Кәне балалар, қара.
Шындыда келуге, мен әзірлеу басталды. Әжем наурыз көшеге жетіп түрлі атқанды. Көктемді жағалап, наурыз тойын тояйық, жаңамызды қаршалайық. Ой, жарайсыңдар. Айтып болғаннан кейін. Жарайсыңдар, балалар. Осы жерде бір ән айтып жібереге, домбыра сазы әнін айтайық. Кәне ән айтамыз? Жарайсыңдар, балалар. Көңіліңізді бір көтеріп тастаңдар. Тағы бір тақпаққа кезек беріп жіберейік. Ортаға Камила, Амиржан, Әлия, Нұрхан шақырам. Келе қойыңдар. Өзгеше күндер, жемпітер күнідер. Әлия, жақсылыққа. Жақсылыққа бас қол, алдымызға ас қол, келген ұрсын қосыл, жері тағы мол болсын. Күреп, алтын күрекпен, қарды ерті наурыз, жатыр көктем тілеткен, білеп бақша бауымыз. Наурызбен құттықтап, ай жаққан қауышты, көктемдегі жарқырдан, көнедегі ауысты. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, мына жерде бір қазақтың ұлттық ойыны бәйгені өткізіп берсеге, ортаға екі жігіт керек. Кәне кім шығады? Амир мен Асылжан шыға қойсын. Келе қой, Амир. Білеміз бәйгені балалар бұрынғы той жасаған кезде үлкен ата-бабаларымыз кішкене атқа балаларды мінгізіп бәйге өткізетін болған. Малька аяғын жинап отыр, кішке көңілді болсын балалар. Қане, бір үшке дейін санаймыз. Бір, екі, балалар, алысқа шабады ғой ат деген. Кішкене айналмайды, алысқа шабады. Ат деген жүйрік болады балалар. Қане, қайтадан бастаймыз. Кеттік. Екеуі де жүйрік екен. Келесі екі бала кім шығады? Қане, келе қойыңдар. Кім шыға келе қой? Кел, Асанали, келе қой, кел. Мағала қой. Жаттан. Кел, Нұрислам. Келе қой. Алысқа шабамыз, балалар, алысқа. Айналып шабамыз. Санаймыз, балалар. Екеуі де бірінші келді. Тағы бір рет ойнатып жіберейік. Кім шығады?
Koklat.